Достар, сендер білесіңдер ме, МКП-ге Клавер деген кереметтей бала келген болатын. Оның ава шапкасы өте тамаша, және де YouTube-қа деген қызығушылығы өте жоғары десем де болады. Достар, арнасына тіркеліп, осылай подписаться етіп кетейік. Достар, оның арнасында алдағы уақытта өте қызықты видеолар және күлкілі монтаждағы керемет сапалы видеолар шығады деген үміттеміз. Ссылкасы описаниеда болады. Тіркеліп, қолдап кетеміз және 10-тен келдім деп жазып кетеміз. Ё-моё, үй деген мұзды күтті ой, Так, мына пеш жанып отыр ма өзі? Жанып отыр, бірақ неге жылу бермей жатыр? Ё-моё, сағат неше болды? Так, мына отырып қарайық сағатты. Сағат 8-ден 5 кетті. Йоу, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Онтик. Қалайсыңдар, туыстар, амансыңдар ма? Менде бәрі өте керемет. Пеш сынып қалды ғой, ё-моё. Так, короче, достар, енді мен бүгінгі видеода немене? Есік алдым бәрі неге мынандай болып тұр? Мұз ба не мынау? Ё-моё, достар, мен қатып қалдым. Үстіме қазір киімдерімді киіп алайын. Так, мына жерде мен мотыгамды аламын. Бүгін зарплатам түскен сияқты. Достар, мен зарплатам түскен сияқты. Бүгін мен кішкене қалтама ақша салып алайын. Алдыңғы жұмыстарын ақшам түскен еді. Так, енді мына есік алдым, не оқып қалған достар, қараңыздар. Так, ё-моё, мынан бәрі мұз деген. Достар, менің ауылымның бәрі мұз басып кеткен. Ё-моё, қараңыздар. Жан жақтың бәрі суға кетіп жатыр, қараңыздар. Ё-моё. Не болып кеткен ауылдың бәрі, есіктерін қара достар. Датау кейбір көшелерінің есіктері деген жауып қалған вообще. Мен тесікке тұрып қалдым ғой. Ё-моё, енді біткен жерім осы ма? Так, ё-моё, қараңыздар достар. Так, енді қараңыздар, датау егістіктерге дейін бүткіл кетіп қалған ғой. Егістік жинауайын достар, өзіме егістіктер керек болады бәрібір. Қыс келе жатыр дегенде енді жақында жаңа жылда деген қыс өте қатты болайын деп жатыр деп естігенбіз жаңалықтардан. Так, картоптардың бәрін жинауын үсіп кетпей тұрғанда, так, нешеуін жадым, 26-ын жадым, да нормально. Қараңыздар достар, кейбір жерлердің бәрін қараңыздар мұз басып кеткен. Так, мына жақта біреу ағапты. Так, бірақ картоп шықты одан. Так, мына жақта су басып кеткен достар, мен ауылды кішкене суларын сөндіру керек сияқтымын. Так, мен оған дейін бірінші дүкенге барып қайтайын. Так, дүкен мына жақта еді ғой. Дүкенге барып өзіме киімдер сатып алайын. Енді айлығым түсті не дегенмен ақшаны шашамыз бүйтіп қойып. Қалай шашатын? Міне. Короче, ладно. Так, шашпай ақ қойын ақшаларымды, өзім еңбекпен жинаған ақшам. Қаяққа кетіп жатыр мына ақшаның бәрі. Так, все. Тартып жатырмын, қараңыздар. Так, дүкенге келдік. Так, Айша деген дүкенге келдік. Так, сәлеметсіз ба? Так, сәлеметсіз бе? Сізде қандай заттар бар екен? Так, қазір қарап шығайық. Сізде не бар екен? Бізге керек заттар бар ма екен сізде? Так, компас керек емес. Үш қалдым мен деген. Так, не бар сізде? Бас киім бар екен. Так, өзімізге бір бас киім алайық, то басымыз достар біздің жауырап жүр. Так, енді өзімізге тағы не аламыз? Так, сізде не бар тағы? Киім бар, киім. Так, киім. Так, киім. Ақшам кетіп қалды, апа. Аға, келіңіз, аға. Ё-моё, ақшам кетіп қалды. Мау керек, осы керек. Так, сосын сізде тағы не бар? Алмаз. Достар, мен жаңа мынауын керек едім, басым істемей алды. Жақсы, енді ештеңе етпейді. Так, сізден тағы нелер бар? Қалам өзім бір ай бойы еңбекпен тапқан ақшам бұл. Так, сізде кетіп баратсыз ба? Үзіліске, жақсы. Так, есік жабайым да. Жақсы, аға. Так, все. Достар, қараңыздар, мен енді үстіме кішкене болсын жақсы болып киініп алдым. Біздің ауылға да қыс келіп жатыр екен. Так, ё-моё, өзім бөлен төсегім деген демекші. Так, ё-моё, қараңыздар достар. Жан жақтың бәрі суға кеткен ғой, ё-моё. Так, мына жерді жабамыз, әрине. Так, мына жақтың бәрі достар, тамақтың бәрін алайын.
Так. Так, өзімізге керек заттарынан бәрі өзімізге алып алайық. Ертең қыста деген мынау қарнымыз өте қатты ашады, сол кезде маған азық түлік жинаған кезде өзіме ыңғайлы болады, иә. Так, бәрі қараңғыда батып кетті уже да. Жақсы, жақсы. Так, мынаяқтың су қайқына кеткен. Так, біз қазір бұны бәрін анықтаймыз. Все, понял. Так, енді мынау су қайықтан кетіп жатыр. Так, все. Так, енді жайлап мына жердің бәрін дұрыстаймыз, иә. Так, енді мынаяқтың бәрі ё-майо кәдімгідей суға деген жаман кеткен екен, достар. Так, мен қазір ұйықтап алайын, сол кезде барып келесі күні жалғастырамыз. Ё-майо. Так, сағат неше болды? Сағатты қарап жіберейін. Так, маған қызым жазыпты ғой. Так, сәлем, жазып жіберейін. Сәлем, сен осы аптада ауылда боласың ба? Так, достар, енді міне біздер екінші күн өтті. Так, біздің жақта деген мұз деген өте қатты болып жатыр. Так, мынаны сындырамыз, бізге өше керегі жоқ. Так, оның орнына сулар тоқтату керек бізге, достар, ату болмайды. Біздің мына ауыл деген кәдімгідей өте нашарлап баратыр, иә. Осы какой-то бір ненің кесірінен, осылардың кесірінен. Ё-майо. Так, енді ауылдың қай жерлерінде су бар енді әзірше. Так, мына жерлерде бар екен. Так, мына жерлерде бар екен су. Жақсы, мына жерлерді түсіндіреміз. Так, жақсы. Демек су мына жерден кетіп жатыр екен. Так, достар, біздерде деген мына біздің ауылда деген кәдімгідей күн деген күннен күнге мұздай болып баратыр, бар ғой. Мына қыс келгендіктен бе, мына қараңыздар, мына кетпейді, шеше кетпейді. Мына қараңыздар, бүткіл жерден су ағады. Сондықтан бұл жер өте опасный есімде болады, иә. Біздің ауыл деген уже суға кетіп жаздаған екен. Қайта мен кішкене болсын құтқарып қалып жатырмын, иә. Так, мына жерде су бар екен, енді мына жерді түсіндірейік. Так, все. Так, давай, су кетіп жатыр енді. Так, су кетіп жатыр, әрине. Мынаны сындырып аламыз. Так, мынаяқтағы ауылда не бар екен, не істеп жатыр мынаяқтағы ауыл? Мына жердегі үй вообще суға кетіп жатыр екен. Так, енді судан әрине су кетті. Так, енді осылай алып тастаймыз суды, әрине. Так, әлбетте, опа, все, су кетті. Енді біз қазір ауылдың жан-жақтарын қарайтын боламыз, иә. Так, үстіге қарай көтерілдік. Енді ауыл принципе жақсы, иә. Кішкене болсын судан құтқарып барып, кішкене тынығып демалайын, сосын келесі серияда короче кіріп көретін боламыз, иә. Ал сіздермен болған мен Онтик. Ал давайте, достар, давайте.